Жұмыс іздеп Дубайға кеткен Исламбек Қазбеков пен Жарас Сейткәрімнен жақындары 2 аптадан бері хабар ала алмай отыр. Отандастарымыз жаңа жылдың алдында белгісіз адамдардың айтуымен Таиландқа ауысқанын айтқан. Кейіннен Таиланд, Лаос, Мьянма елдермен шектесетін Золотой треугольник деген жерде алданып қалғандарын жеткізген. Содан бері хабар жоқ, ата-аналары жанын шүберекке түйіп отыр. Исламбек Қазбеков Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының тумасы. Шығыстанушы мамандығын бітіре сала шетелдерді аралап көп тіл білуге құлшынды. Былтыр 8 қыркүйекте 25 жастағы жігіт Дубайға демалуға кетіп, артынша сонда қытайлық компанияға жұмысқа орналасып тұрақтап қалған. Отбасына апта сайын хабар жеткізетін ол соңғы рет қызы мен достарына 27 желтоқсанда хабарласып, түсініксіз жайттарды ескертіп үлгеріпті. Соны жіберген кезде мен соның геолокацияны көріп қалдым. Сосын соның расшифровкасын аштырдым. Сонда жаңағы остров Мьянма болып тұрды. Мен содан күдіктендім. Ол даже Таиландқа кеткен күнде де ол остров Мьянмада не істеп жүр? Неге өшіп қалады? Негізі тірі деп ойлаймын, просто ойлаймын. Бұларға жаңағы компания ақша төлемей қалды ма деп тұрмын. Оларды қамап отыр, ұстап отыр насильно. Либо связь жоқ жерге, вообще интернет жұмыс істемейтін жерге апарған. Брат, вот долетели. Бангкок, дейсің, Бангкок. Исламбек пен Таиландтың астанасына 23 жастағы Жарас Сейткәрім жеткен. Ол да қыркүйекте Дубайға нәпақа табу мақсатында кеткен. Соның біз Дубайда екен деп ойлап жүрдік, ақша салмады, жұмыс болмай жатыр деп. 28 декабрь күні сағат 4-те сөйлестім. Бәрі нормально, папа мен билет алып, мен шығам. 1-2 күнде шығатын болдым деді. Қайтамын деді. Мақұл балам, онда дедім, аэропортқа барғанда ақша салып жібересіздер деді. Жарайды болып мақұл дедік. Соның связь болмады. Место положениесін жіберген, онда бір остров екен дейді, біз білмейміз оны. Енді балам тауып берсін. Мен баламның Исламбек видеосын салып үлгерген. Біз Бангкоктан өтіп баратырмыз, біз осы жерде келіп істеп жатырмыз, бірақ бұл жер маған ұнап тұрған жоқ. Өйткені біздің айлығымызды бермей жатыр. Бізді алдап алып келді, даже ең соңғы хабарласқан кезде телефонымен жаңағы паспорттарын алып қойған балалардың. Мен күндізде түнде де ұйықтап отырған жоқпын, өйткені бұл жерде біреулердің қатысы бар деп ойлаймын. Исламбек пен Жарастың ата-анасы құзырлы органдарға, оның ішінде еліміздің сыртқы және ішкі істер министрлігіне балаларының жоғалған жөнінде өтініш жазған. Оларға көмектесеміз депті. Біз бұл жағдайда назарда ұстаймыз. Мерей Қалиасқар, Астана Таймс.